Сәлеметсіздер ме балалар, біз бүгін әдеттегідей келесі сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің сабағымыз өсімдік ұлпаларына арналады. Тақырыбымызды бастамас бұрын біз бүгін ұлпа дегеніміз не? Осы сұраққа жауап бере кетсек, иә? Сіздер 7-6 сыныптарда өтіп кеткен болатынсыздар. Ұлпа дегеніміз шығу тегі, құрылысы мен қызметі бірдей жасушалардың тобын біз ұлпа деп атаймыз. Ал өсімдікте осы ұлпалардың 6 түрі кездеседі. Мына жердегі суреттерге қарасаңыздар, түзуші ұлпа, фотосинтездеуші ұлпа, өткізуші ұлпа, қор жинаушы ұлпа, жабын ұлпасы және механикалық ұлпасы бар. Яғни біз қазіргі осы сабағымызда осы ұлпалардың түрлерімен танысамыз. Ең бірінші ұлпа бұл бізде түзуші ұлпа деп аталады. Немесе бұл ұлпаны кейде меристема деп атайды. Түзуші ұлпа ол тамырдың ұшы мен өркеннің ұшында орналасатындықтан жасушалардан тұрады. Бұл жасушалар үнемі бөлінеді, жаңа жасушалар түзеді. Нәтижесінде өсімдік өсіп дамиды. Түзуші ұлпаларға сабақта орналасқан камбий жатады. Оның жасушаларының бөлінуі нәтижесінде сабақ жуандап өседі. Түзуші ұлпа қай жерде болуы мүмкін деген бізде сұрақ туындайды. Және сіздерге ұбт-да осы сұрақ көп кездеседі. Сол кезде сіздер түзуші ұлпа ол тамырдың ұшында кездеседі, сабақтың ұшында, өсімдіктің регенерациясында және камбийде болады деп жауап бересіздер. Немесе одан басқа, мысалы өсімдіктің жапырағын білесіз ғой, осы жапырақтың тақтасының жуандауы да бұл түзуші ұлпаға байланысты болады. Гүлдің пайда болуы, өркеннің бүршіктің пайда болуының барлығы түзуші ұлпаның негіздемесінде пайда болған. Ал қалған ұлпалардың барлығы осы түзуші ұлпадан пайда болады. Екінші ұлпа бұл бізде негізгі ұлпа деп аталады. Негізгі ұлпаның бізде әртүрлі түрлері бар. Олар фотосинтездеуші және қор жинаушы. Енді балалар қараңыздаршы, осы слайдта мен фотосинтездеуші және қор жинаушы ұлпалар бұл жаңартылған білім мазмұнындағы 7-ші сынып оқулығы бойынша құрылған, ал соңғы жағында ауа жинаушы және қор жинаушы деген екі ұлпа берілген, жеке жазып қойдым. Бұл 6-шы сыныптың бағдарламасы бұрынғы ескі бағдарлама бойынша берілген ақпараттар. Сондықтан бізге ұбт-да екеуі де қажет, екеуін де сіздер оқисыздар. Фотосинтездеуші ұлпа дегеніміз не? Яғни бұлардың жасуша қабықшасы жұқа, тірі жасушалардың жиынтығынан тұрады. Олардың цитоплазмасында көп мөлшерде хлоропласттар болады. Негізгі қызметі фотосинтездеуші ұлпаның бұл фотосинтез процесіне қатысу. Екінші ұлпа қор жинаушы ұлпа. Ол қор заттарын жинайтын жасушалардың тобынан тұрады. Ал қор заттарына нелер жатады десек, яғни органикалық заттар, нәруыздар, майлар, көмірсулар қорға жиналады. Сондықтан бұл ұлпалар түйнек, пияшық, тамыр жемістер, тұқымдар, жемістерді түзуге қатысады, қор жинаушы ұлпалар. Бұл ұлпаға, қор жинаушы ұлпаға су жинаушы да ұлпаны жатқызамыз. Мысалы, кактустың сабағы, алоэнің жапырағы осы су жинаушы ұлпаларға жатады. Ал енді мынау астында тұрған ауа жинаушы ұлпаға өкілі бұл тұңғиық, қор жинаушы, яғни қорек жинаушы пияшық, тамырсабақ, түйнек деген бұл 6-шы сыныптың оқулығында берілген. Сіздерге де ұбт-да ауа жинаушы өсімдікті белгілеңіз, немесе қор жинаушы өсімдіктерді, қор жинаушыға нелер жатады дегенде тамырсабақ, түйнек, пияшық деп сіздер белгілей кетесіздер. Келесі ұлпа бұл бізде жабын ұлпасы. Кейде бұны біз жабындық ұлпа дейміз. Екеуінде айтсаңыздар дұрыс болады. Бұл жасушалар тобынан қабықша, тоғыз түзіледі. Енді қараңыздар, бұл жерде біз бірінші жабын ұлпа деген кезде бірден жаңағы өсімдіктің сыртын қаптап тұратын деген мағына есімізге келу керек. Жабын дейді, яғни тері деген сияқты ғой, былай қарасаңыздар, қорғау қызметін атқарады. Өсімдіктің сыртын әртүрлі жаңағы судың булануынан, мысалы мына жерде слайдта мен жазып көрсетіп кеттім, микроорганизмдердің енуінен, әртүрлі өсімдіктің ішкі жүйесін зиянкес микроорганизмдердің енуінен, өсімдік мүшелерінің кеуіп кетуден, сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынан сақтайды. Жабын ұлпасының 3 түрі болады. Ол өң жасушалары, тоз жасушалары және қыртыс жасушалары. Өң жасушалары мөлдір болады.
себебі олар жарық өткізеді және олардың жасушасы тірі болып келеді. Бұлардың жасушалары бір-бірімен тығыз жанасқан. Алғаш өсу кезінде гүлдің бөлімдерін, жапырақты, жемісті, сабақты, тамырдың сыртынан қаптап тұрады. Өсімдіктің сыртындағы түктері, яғни бұл өң жасушасының өсіндісі. Білесіздер ғой, кейбір өсімдіктердің сырттарын қаптап тұрады, не сияқты. Бүртік осылардың барлығы бұл өңнің өсіндісі болып келеді. Өң өсімдік мүшелерін судың артық мөлшерде буландыруынан, зақымдануынан қорғайды. Екіншісі тоқ жасушасы, ол өлі жасушалардан тұрады. Жаңағы біріншісі тірі деген болатынбыз. Және олар шірімейді. Көп жылдық өсімдіктерде өң жасушасының орнын тоз қаптап тұрады. Үшіншісі қыртыс жасушасы, ол өлі де және тірі де жасушалардан тұрады. Бір сөзбен айтқанда, бұл өсімдікті қорғап тұрады, әртүрлі жағдайларға байланысты. Келесі ұлпа бұл өткізгіш ұлпасы, атында тұр, яғни өткізу. Бұл өсімдіктің сабағының бойымен органикалық және бейорганикалық заттар осы өткізгіш ұлпа арқылы өтеді. Суда еріген минерал заттарды тамырдан, өсімдіктің жер бет бөліктеріне және органикалық заттарды жапырақтан басқа мүшелерге жеткізілуіне жауапты. Бұл қызметті сүрек түтіктері мен тіннің сүзгілі түтіктері атқарады. Ал сүрек түтіктері және тіннің сүзгілі түтіктері дегеніміз ол флоема мен ксилема. Яғни өсімдіктің төменгі ағысы, өсімдіктің жоғарғы ағысы арқылы осы қоректік заттар, су, минералды тұздар, жаңағы органикалық заттар осы өткізгіш ұлпа арқылы тасымалданады. Келесі бөліп шығарушы ұлпа. Бөліп шығарушы ұлпаның бізде екі түрі болады. Сыртқа бөліп шығарушы және ішке бөліп шығарушы деген. Атында тұр, байқасаңыздар, бөліп шығарушы дейді. Яғни өсімдіктің арнайы мүшесі жоқ қой, сіздер білесіздер, бөліп шығаратын жануарлар сияқты. Ал бұлар сыртқа нелер бөліп шығарады десе, домалақ басты түктерді, жабысқақ түктерді және шірнеліктерді бөліп шығарса, ал ішке эфир майы өзегін, шайыр жолдарын және сүт жолдарын бөліп шығарады. Келесі ұлпа бұл бізде тірек немесе механикалық ұлпа дейміз. Қарасаңыздар, бұл да атында тұр, тірек. Яғни бұл өсімдікке тіректік, мықтылық, беріктік қасиет беретін ұлпа. Олардың қабықшасы қалың болады және жасушалардан тұрады. Бұл тірек ұлпасын біз жаңғақ өсімдігінен және емен жаңғағының қабықшасынан, алхорыдан және өріктің сүйектерінен көреміз. Білесіздер ғой, жаңғақ сырты қатты, яғни бұларды тірек ұлпасы жақсы дамыған. Емен жаңғағында да алхорының ішіндегі сүйегі және өріктің ортасындағы сүйегін білесіздер, яғни бұл тірек ұлпасы болып табылады. Мұнда жасушалар тұстас қатты ұлпа түзеді. Жасушада көбінесе тірі заттары болмайды тіректік ұлпада, бірақ олар жас өсе келе жасушалардан болады да кейіннен тоқтай бұзылып кетеді. Одан басқа алмұрт өсімдігі, шетен, беже, айва деген өсімдік білесіздер ғой. Осы өсімдіктердің жемістеріндегі қиыршық тастар ол тірек ұлпасы болып табылады. Яғни сіздерге ұбт-да көбінесе тірек ұлпасы жақсы жетілген өсімдікті көрсетіңіз десе, ол жаңғақ, емен жаңғағы, алхоры, өрік, алмұрт, шетен, беже деп сіздер белгілейсіздер. Ал бұлардың қызметтері қандай десе, өсімдік мүшелеріне яғни беріктік қасиет береді деп белгілей кетесіздер. Яғни өсімдік мүшесі туралы, өсімдіктің ұлпалары туралы ақпараттар сіздерге осы. Дәптерлеріңізге конспект жасап, жазып, жаттаңыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.